Голди Роджер деген кім? Голди Роджер One Piece'тің ең басты адамдарының бірі. One Piece'тің басталуы әлбетте осы Голди Роджермен тікелей байланысты. Көптеген информацияларға қарай сүйенетін болсақ, Голди Роджер өзінің жасырған One Piece'ті Рафтелде деп айтуда. One Piece'тің қайда екенін бар болғаны 2-3 адам ғана біледі. Рейли және де Марко, тағы да 1-2 адамдар бар болуы мүмкін. Роджердің One Piece'тағы берілген бағасы, яғни басына қойылған бағасы 5,5 миллиард белли. Мұны алдарыңызда тұрған цифр. Голди Роджер, Алтын Роджер деген атпен танымал. Қарақшылар королі, Роджер қарақшылар тобының капитаны және де аты аңызға айналған бір бөлік қазынасының иесі, яғни One Piece'тің иесі болды. Портгас Ди Эйстің биологиялық әкесі болып табылады. Роджер ешкім ойламаған нәрсені жасайтын адам ретінде танымал болды. Грен Лайнны бағындырып орасан зор байлық жинады. Бірақ ол тез арада жазылмайтын аурудан өлетін білді. Ол бас тартпас бұрын командасын таратып жіберді. Бірақ та Роджер атақ-даңқты қаламаған деседі. Роджер ұзын бойлы және өте бұлшықетті адам. Тіпті оның өліміне дейін мақтанышпен жүреді. Оның сыртқа келбетінің ең көрнекті ерекшеліктері оның бұраланған қара мұрты, қатал күлімсіреу және қорқынышты көзқарас, сондай-ақ қалың қара шаш және қысқа тығыз мойын. Төзімділік, ауыр жаралардан аман қалуға және қарақшылардың ешқайсысы да айтарлықтай зиян келтірмейтін. Белоуспен 3 күн қатарынан күресуге қабілетті болды. Интеллектіне қарай келетін болсақ, өте жоғары. Әлемнің шынайы тарихын білетін тәжірибелі қарақшылардың бірі. Роджер жауынгерлік дағдылары өте жоғары. Соның арқасында Роджер басқа күшті үміткерлерді жеңіп, қарақшылар патшасы атағын алды. Ал шайқаста тек Роджер қайтыс болғаннан кейін ең күшті адамдарға айналған Эдвард Ньюгейт пен Монки Ди Гарп қана болды. Роджер, Белоус, не болмаса Монки Ди Гарп, осы үшеуінің де күштері бір-біріне тең дегендерде бар. Жеке өзімнің ойымды айтатын болсам, мен үшін Роджер екеуінен қарағанда ең мықтырағы деп ойлаймын. Эдвард Ньюгейт пен Монки Ди Гарп Роджерге жетпейтін секілді. Себебі король пиратов атағын алу екінің бірінің қолынан келе бермейді. Байлық, атақ, билік, Алтын Роджер қарақшылардың патшасы осы биіктерді бағындыра білді. Өлер алдында айтқан сөздері әлемнің түкпір-түкпірден келген талай ержүрек жандарды теңізде жүзуге аттандыруға мәжбүр етті. Менің қазыналарым, алыңдар, олар саған қатты керек болған соң, соларды тауып көр. Мен бұл дүниенің бар байлығын сонда қалдырдым. Ал уақытым келді. Қарақшылардың ұлы дәуірі енді басталды деген сөзімен аяқталды Голди Роджердің өлер алдындағы ең ұлы сөздері. Осы сөздерден кейін теңіз қарақшыларының бірі Монки Ди Луфи туралы аңызға айналған оқиға басталды. Ол One Piece ең үлкен қазына үшін теңізге аттанды. 1997 жылы 19 шілдеде дәл 21 жыл бұрын пайда болды. Содан бері Луфи көптеген шытырман оқиғаларды бастан өткерді. Адал одақтастар тапты және көптеген қарсыластарды жеңді. Бірақ бұл жолда оны жаңа шытырман оқиғалар, жаңа жолдастар мен қарсыластар күтіп тұр. Дағдылар, күштер мен қабілеттері, адамнан тыс физикалық сипаттамалар, жылдам қалпына келтіру, қаруды меңгеру, қоршау, соққы толқындары, воля, энергия мен манипуляция, денені нығайту, шабуылдар, заттар, теріске шығару, табиғаттан тыс қабілеттер, сезілмеушілік, осының бәрі де Роджердің бойында. Оның экипажмен тікелей тығыз байланысы болған сияқты. Оның серіктесі Рейли оны керемет адам деп сипаттады. Шанкс пен Багги де капитанның өлім жазасына кесілген күні туралы сөйлескенде мұңайып көрінді. Оның орындауында екеуі де қатты жылады. Сенгоку болғанға дейін оның командасының кез келгені Роджердің Портгас Ди Эйстің ұлы бар екенін білген бе? Әлбетте белгісіз. Гарптың айтуынша бүкіл әлем оны жек көрсе де, оның сенімді экипаж мүшелері толығымен Роджердің шешімін қолдады. Ол сондай-ақ өз экипажын қорлағаны үшін бір елдің әскери күшін жойды. Қорықпайтын және өлім жазасына кесілгендердің куәгерлері оның өлімінен аз уақыт бұрын күлгенін айтады. Голди Роджер оны білетін адамдар, яғни Голди Роджерді білетін адамдар Луфиге ұқсайтынын жиі айтады. Бұл оның қаншалықты күшті екенін білдіреді. Тіпті Роджерді көрмеген адамдардың өзі де Роджерді әрдайым мықты екендігін айтады. Гарп Роджер қатыгез, өзімшіл және ашушаң адам болуы мүмкін екенін, бірақ оның әрекеттері бала сияқты таза
және тура екенін, оның өте абайсыз табиғатына қарамастан аман қалу және қарақшылар патшасы болу бақытына ие екенін айтты. Луфидің ұқыпсыздық жағынан ұқсас екен мінезі бар, ал Эйстің балағат сөздерінен ашулану жағынан ұқсас мінезі болды Роджерге. Роджердің өлерінің алдында соңғы өтініші Гарпқа болды. Менің ұлымды саған тапсырдым, және де оны менің ұлым екенін ешкімге айтпасын, және ол туралы ешкімде білмесін, себебі мен өз ұлымды қатты уайымдаймын деген еді. Гарпқа өз командасының мүшелері де қаншалықты сенетіндігін айтты. Менің айтайын дегенім, Роджердің командасындағы адамдар да Гарпқа сенетіндіктерін айтты. Дегенмен қарсыластар мен шайқастарына қарамастан, олар әрдайым жақын адамдар болып қала берді. Видеоның да аяғына келіп жеттік. Келесі видео кім жайлы болсын? Не болмаса Наруто мен осы One Piece анимесін араластырып түсірейік пе? Өз ойларыңыз әлбетте комментарийға жаза кетіңіздер.